Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік, витаминге толы витаминный салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет рецептен жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жеміс-жидектерімізді жуып, кептіріп аламыз. Ең бірінші кабачогымызды алып, видеодағыдай турап шығатын боламыз. Енді түрлі түсті қырыққабатымызды пышақтың көмегімен керек емес жерлерін алып тастаймыз. Видеодағыдай жасаймыз. Брокколиді аламыз, пышақтың көмегімен бұны да кесіп аламыз. Қызыл болгар бұрышын турайтын боламыз. Өзіңіздің қалауынша турасаңыздар да болады. Алдын ала қайнап тұрған суымызға шым-шым тұз салып, барлық турап шыққан жеміс-жидектерімізді 5-6 минутқа қайнатып алатын боламыз. Енді қиярымызды тураймыз. Консервныйдағы фасоліміз саламыз. Болмаса үйдегі фасоліңізді қайнатып салсаңыздар да болады. Піскен картопымызды кубиктеп турап шығамыз. Я болмаса видеодағыдай турап шықсаңыздар болады. Үлкен барлық суға пісіріп алған жеміс-жидегімізді үлкен ыдысқа салып, шым-шым тұз саламыз, татымына қарай бұрыш саламыз, зәйтүн майын құямыз және лимонды 2-ден 1 бөлігін турап согын аламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға өз пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.